Assalamu alaikum құрметті абитуриенттер. Бүгін сіздер менен Кореннің en дәрежелі Коренді темасын өтіп бастаймыз. Демек, Кореннің бұл ақырғы темасы десек болады. Демек, бірінші кішкентай формулалары бар, соларды көп шығамыз. En дәрежелі деген сөз өзі көрсеткішпенен байланысты. Көрсеткішлі теңлемелер деген тема бар, соған байланысты деген сөз. Мына темаларды жақсылап түсінсеңіз, ертең сол көрсеткіш логарифмдерде де қиналмаймыз. Демек, бірінші формуласы Корен астында n дәрежелі n болса, ол қайтып жазылады? A-ның n бөлінген n. A-ның дәрежесі жоғары түседі, Корен дәрежесі төменге түседі. Мысалы үшін, x-тің 4 бөлінген 3 десе, ол қалай жазылады еді? 4 қайғы түседі? 4 x-тің дәрежесіне түседі. Ал 3 Корен дәрежесіне түседі. Хабарымыз бар ғой? Элементарий назад еді. A-ның 2/1 дәрежесі болса, ол қалай жазылады еді? Корен астында A болып жазылады. Не үшін Корен A болса, міне 2 деген не? Жазылмайды. Балымыз. Кеңсі, Корен астында n дәрежелі a көбейту b болса, біздер бұны майдалап жазуға болады. Яғни n дәрежесінде a көбейту n дәрежесінде b. Өздеріңіз білмеген қалда, мысалы үшін Корен астында 2-ні Корен астында 3-ке көбейтсек, неше болады деп айтатын едіңіз? Ол құрдама көбейтіле бермейді. Яғни Корен дәрежелері не болу керек? Бірде ол. Корен дәрежелері неше бұл жерде? 2, да? Түсінесіз ба? Если мысалы үшін Корен астында 2 менен куб Корен астында 4-ті көбейте аламыз ба? Ол көбейтілмей қалады сол тұрсында. Себебі екеуінің Корен дәрежелеріне әртүрлі. Корен дәрежесі бірдей болған жағдайда көбейтуге болады. Кейін формула n дәрежелі Корен астында a бөлінген b болса, бұны біздер бөлек-бөлек жазсақ болады. n дәрежесі a бөлінген n дәрежесінде b деп. Мысалы, куб Корен астында 5 бөлінген 4 десе, мысалы үшін, оны не деп жазуға болады? Куб Корен астында 5, куб Корен астында, мысалы үшін, 4 емес, 8 деп жіберейінші. 8. Өте сіздерге жағымды жері 8 деген не деген? 2-ның кубы. Ол не болып шығады? 2 көп шықпай ма? Тым түсінбей алса, сізінде формулалар бар болған. Мысалы үшін, a көбейту n дәрежелі b болса, бұл жерде не орындауымыз керек? Біздер a-ны Кореннің ішіне кіргізуіміз керек. A-ны Кореннің ішіне кіргізген кезде, a-ның дәрежесіменен Корен дәрежесі не қылатын еді? Көбейтіп көреді. Яғни, a-ның n дәрежесі көбейту b болды. Яғни, a-ның дәрежесі 1 ғой, 1 мен n-ді көбейтсек не болады? n болады. Яғни, бұл жерде бәрі сөз. Мысалы үшін, енді ысқарып келсе бәрін аңғайт білесің. Мысалы үшін, 4 Корен астында 3 деген мысалдар істедік. 4-ті біздер Кореннің ішіне кіргізетін болсақ, ол неше болып кіреді? Неде 2, 4-тің дәрежесі 1, 4-тің квадрат болып кіреді. Дұрыс па? Ол 16 болады, 16-ны 3 көбейтсем 48. Түсіндік ма? 4-тің квадратын 4 шығарып жібересің ба? Шығарып жіберсең аңғайт білесің да, просто. Кеңсі, NMA сіздерге жүре жақсы мысал. Яғни, 2 Корен болатын болса, соны жинап 1 Корен қалуады. Қашан? Егер Корен дәрежелері өзара не қылса, көбейтілсе. Қарай, 2 дәреже не қылады? Көбейтіліп кетеді, 2 1 Корен. Мысалы үшін, Корен астында 2, то есть, Корен астында 2, куб Корен астында мынадайда негізі. Оны 1 Корен қылатын болса, неше болады? 6 дәрежелі Корен болады. Түсінік ма? 2 мен 3 не қылды? Көбейтіліп кетті. 2 1 Корен қылып тастадық та. Ішіне санға тәсір жоқ. Кім түсінбей қалды? Кеңсі, 60 формула. Корен астында n дәрежелі a-ның сырттай m дәрежесі болса, бұл жерде назатты айтып қойды бұған. Мына m дәреже деген сөз, ол a-ның дәрежесі да негізі. Мына дәреже қайқада жазылса болады деген сөз, Кореннің жоғары. Мысалы үшін, қара, Корен астында a-ның кубы десе, ол Корен астында a-ның мынадай m кубы деп жазылса, farqы жоқ. Ойланып қалмаң оны. Екеуі бір зат. Кеңсі, Корен астында 2n дәрежелі a-ның 2-ні болса, бұл жерде не қылады? Қысқарып кетіп, бұдан не шығады? A шығады. Негізі, желательно модуля деген жақсылау. 10 сан шығады деген сөзді. Модуля деген сөз. Мысалы үшін, 4 дәрежесінде a-ның 4-і десе, ол не шығады? A болып шығады деген сөз. Түсініңіз ба? A модуль. Кеңсі, ал 2n плюс 1 дәрежелі 2n плюс 1 минус a болса, шықпайды емес, бұл жерде қараң, әтібар білсеңіз, 2n плюс 1 деген ол әмеше нечетный, яғни тақ болады деген сөз. Тақсан болады. Тақсанда кішкентай кезіңізде айттық, дәреже тақ болса минус не қыла береді дедік, алып жүре береді дедік. Дұрыс па? Соның үшін 2 плюс 1-ге қысқарып кете береді да, минус a шыға береді. Мысалы үшін, куб Корен астында минус 2-ның, мысалы үшін, кубы міне. Кублар қысқарып кетеді да, минус 2 шыға береді. Тақ дәрежеде демек минус не қыла береді? Жүреді. Жұп Корен астында, жұп болса минус болмайды. Ондай зат болмайды ол ма? Болмайды ол. Ойламашы. Тақ дәреже ол. 2 деген бұл жұп дәреже еді. n-ға қалеген санды қойсаң бәрі 2-ге өтсең жұп келіп шығады. Кеңсі, 9 формула n дәрежелі Корен a болса,
Bizlерде бұл жерде мына затты үйретіп жатыр. Қараң, біздер көренің дәрежесін, мысалы үшін аның дәрежесін нешеге көйтсек, көренің дәрежесін сол санға көйтеміз. Мысалы мен аның дәрежесін m-ға көйтемін ба, онда n-ам неге көйтемін? m-ға көйтемін. Мысалы үшін көрін астында 3 десем, мен 3-ті неде квадратқа көтеруіме тура келіп жатыр. Яғни кубқа көтерейін да. 3-ті кубқа көтердім ба, онда дәрежесін 3-ке неғыламын, соны көйтемін. 2 көйту үшін 6. Бәрін қысқарып кетсек өзіне келеді ғой. Зато мен мынадай затқа берсем да, 6 дәрежелі 27 деген зат керек болып жатқан шығар. Түсіндіңіз ба? Яғни дәрежені неге көйтсем, көрен дәрежесін соған не қыламын? Көйтуіме тура келеді. Мысал үшін міне сол мысал, екінші обратно. Яғни 10-ші формулада NPA-ның көрен дәрежесі MP дәрежесі болса, екеуінде бірдей дәрежелі не қылады? Қысқарып кетіп өзіне n дәрежелі A-ның m-і келіп шығады. Мысал үшін 10 дәрежесінде x-тің 8-і болатын болса, неше қысқарады екеуі? 2-ке қысқарады. 5 болады, мынау? Түсіндіңіз ба? Сұрау. Жазып аламыз. Демек, давам етеміз. Кейінгі формуламыз 11-ші формула. Мынаны қараң, 1, 2, 3 көрен бады. Соны желательно 1 көрен қылу керек. 1 көрен қылу үшін біздер скобканы істегенде, қосылма істегенде ең іште қосылмадан бастаймыз ғой. Біз ең іште көреннен бастаймыз да. Яғни бірінші мынаны орындау үшін мына b-ны ішке кіргіземін. Мыналар күтіп тұра береді. M, A, N тұра береді. Мына ішке кіргізген кезде, бағана айттық, дәрежесімен дәреже не қылады? Көбейтіліп береді дедік. Сонда b-ның қандай дәрежесі болады? B-ның p дәрежесі. Іште s тұра береді. Қайыр түсінбедік. Мына ішке кірді. 1 менен p көбейтілді, p болды. Мына көрен тұрды. Енді мына 2 көрен біздер жаңа не қылдық? 1 көрен қылып үйрендік. Мына 2-ні 1 көрен қылатын болсақ, дәрежесі не болады? Ой, то есть не ағып қойды, ұзыр. Яғни n p болады. Дұрыс па? Кені b-ның p-сы s. Бекзат бұл жерде қысқартуды ойлама бұл жерде. Енді бізде қайта соны ішке кіргізіп қысқартсаң, обратно қайтып шығасың да. Енді біздер не қылуымыз керек? A-ны кіргізуіміз керек. M тұра береді. Сөйтіп np тұра береді. A не болып керечке? Дәрежесі мынаны көбейтіледі. A-ның np-сы көбейту, b-ның p-сы көбейту с емес пе? Енді 1 көрен қыла аламыз ба? Қандай болады 1 көрен қылса? Дәрежелер не қылады еді? Көбейтіледі. M, N, P. A-ның np-сы, b-ның p-сы, s. Все. Қайыр түсінбедік. Жүдә бір қолайшы жауап шықты. Енді бұл сан мәнісі көрсетейін сіздерге. Мысалы үшін 3 көрін астында A бұд. A бұд тұра білсін бе? Сан қылайық ба? Сан қылмай қойық, A қылайық. A, сөйтіп 2, өзір, 4, B, 5 mesela. S. Демек қараймыз. Бірінші B-ны кіргіземіз ішке. 3, A, 4, 5. B-ның неше болып кіреді? Сау, 5-і көбейту S болып кіреді. Сөйтіп, куб көрен A тұра береді. Сөйтіп, номинал дәреже 1 көрен қылатын болсақ, дәрежесі 20 дәрежелі болады. B-ның P-сы S. Сөйтіп, A-ны кіргізің енді. Қысқартпа есепті. 20. A-ның нешесі болып кіреді? 20-сы, B-ның 5-і көбейту P. P меді, S меді? S еді ғой ол. Бірі P деп жазып кеткен жаңа. Так. Енді мына екі 1 көрін қыламыз. 60 көрін астында A-ның 20-сы, B-ның 5-і S. Түсінік ма? Болады, малдыз. Кейінгісі, 12-ші есап. Мынаны көбейту керек. Бағана айт, көбейту үшін не болу керек? Дәреже бірдей бол. Дәреже бірдей ма? Онда n менен k-ға ұлма бөлім не болады? nk болады. Яғни, мынаны k қылу үшін қасына k беремен, онда со A-нам не қылама k-ға көбейтемін. Сен қысқарып кетсе бәрі өзіне келеді ғой. Онда наға не беремен? N берем. nk болса A-ға да не беремен? N берем. Соны бірдей болды ғой. Енді nk көбейтіледі, екеуін 1 көрінге аламын. AK, A-ның N-і. Бізде кішкентай кезімізде өттік. Текарлар бірдей болса, дәреже не қылады дедік? Болды міне жоқ. Мысалға, тым түсінбей қалам. Куб көрін астында 2, көрін астында 2, мысал, қараң. 2 көбейтіле ма? Көбейтілмейді, ә? Бағана сіздерді алдадық та, сөйді, бұны көбейтуге болмайды, солай қалады деп, не? Соны көбейтуге болады. Қашан екен? Дәрежелері бірдей болғанда. Онда не жазылмасы неше? 2 мен 3 болмайды неше? 6 ол үшін неше көбейтесіз? 2 көбейтсеңіз 6 болады, онда 2-нен 2-ге көбейтпейсіз ба? Сол көбейткен санын біліп қойдам, нерге де көбейтесіз. Сен қысқарып бітсе өзіне келеді ғой. Көбейт, мынаны 6 ол үшін неше көбейтеміз?
6 болды, onda 2'nin ham дәрежесі болады ғой. Енді екеуін бір көрен болған үшін екеуін бір көренге алып көйтемін. 2'nin квадраты көйті 2'nin 3'і. Тең 6 2'nin ендігіде 38 болады. 5 ме дәреже қосылып. 2'ді 5 мәрте көтсек 32. Сұрау. Қай жерін түсінбей қалдыңыз? Жазып аламыз сонда. Демек давам етеміз. Біздердің бұл көрендерге n дәрежеге неше есап бар қолымызда? 38 есап бар. Көріп шығамыз. Бірінші есапымыздан бастаймыз. Демек бұны есаплау керек. Есаплау үшін біздердің алдыңғы өткен темаларымыз бұларды не қылуымыз керек? Яғни бір заттың сырттай квадрат формасына жинап, не қылуымыз керек? Квадраттан шығарып алуымыз керек көреннен, дұрыс. Яғни бұны көрені бар екіге бөлінеді, ұстап алып. 2 көрен 2. 2 көрен 2-мен майдаласақ, 2 менен көрен 2. Квадраттарын қоссам береді сразу, дұрыс па? Демек бұл 2 минус көрен 2-ның сыртлай квадраты. Себебі квадраттарын қоссам кеп тұрды ғой. Орнынан тұрды. Себебі 2 көрен 2-ден үлкен дұрыс. Плюс 2 көрен 2-ге бөлсем, көрен 10. Көрен 10 не oldu болады? Көрен 5 менен көрен 2. Квадраттарын қоссам 7 болады ғой. Onda demek көрен 5 плюс көрен 2'nin nesi деген сөз? Сыртлай квадраты. Молодец. Плюс 2 минус. Жаңа айттық. Көренде мен көрен не қылады? Қысқарады. Сонда көрен астында 5 қалады. Минус неге айналып кетті? Плюске. Сен минус саны жұп дәрежесі бәрі неге айланады? Плюске айланады. Енді хесаплаймыз. Көренме қысқарта беремін. 2 минус көрен 2 плюс қысқартама квадратпен көрен. Көрен 5 плюс көрен 2 плюс 2 минус көрен 5. Көрен 5'тер қысқарады, көрен 2'лер қысқарады. 2 мен 2'ні қоссам, жауап 4. Шудан аңсап шықты. Кейінге сабымыз. Екінші хесап. 4 дәрежелі көрен берілген, назад берілген 0,5 дәрежесі 2'nin минус 1, x 0'ден үлкен болса, есаплау керек. Бұны есаплау үшін мынаны жағдай квадраттан шығаруымыз керек. Бұны шығару үшін мынаны 2'ге бөлеміз. Неше болады? 2 көрен 5. 2 көрен 5 қайтмайды дейміз? 2 менен сөйді деп жазайын да. 4 дәрежесінде 2 минус көрен 5'тің сыртлай квадраты деп жазайын. Сен квадраттарын қоссам 9 болады. Кеп тұрды ғой. Бөлінген. Көренлерді әдел жазып отпан. 4 дәрежесінде 5x бола ма? Көбейту. Бұл жерде мына 0,5 дәреже деген 1/2 деген сөз емес пе? 1/2 деген не бұл деген сөз? Көрен қой деген сөз мынаған. Екеуінде не бар сыртқа шығатындай? Сауал. Көрен x бар. Және не бар? Көрен 5 бар. На өтірік көрен қойсам, квадрат қойсам, екеуінде де көрен 5 бар, көрен x. Көрен x кетті, көрен 5'тің біреу кетсе, көрен 5'тің біреу қалмай ма? Плюс көрен x кетті. 5 кетіп қалса 4 қалады. 4 дегені? Көбейту, 2'nin минус 1'і 1 бөлінген. Енді дұрыс тұрып па? Сен 4'тен 5'ті аламыз, квадратқа көтеріп білсің. Уже орналастырып шығарамыз, бірақ номена қысқарса, неше қалады? Көрен қалады. Яғни көрен 5 минус 2. Бола ма? Бөлінген 4 дәрежесінде көрен 5x. Бұл мен бұны көйтсем көрен астында 5x деген сөз емес пе? Оның сыртында және бір көрен бар мынадай. Дұрыс па? 2'ні бір көрен қылып жесем, мына 2 дәреже көйтіліп 4 болып кетпей ма? Демек, ішінде және не бар? Сыртта көрен 5 плюс 2 бар. Кім түсінбей қалды жерде? Мына 2'ні көйттім, мынадай болды. 2'ні бір көрен қылу үшін 4 қылдым. Мынада неге 4 болмады? Себебі ода мынаған барады көрен. Бұда көрен жоқ қой мынадай. Так, кейінен не бар? 1/2. Көрен 5x артық сап жесін бола ма? Мына 2'ні көбейтсем формула кеп тұрған жоқ па? Көрен астында 5 минус неше болып кетеді? 2 мен 2'ні көйтсем 4. Көйту 1 бөлінген 2. 5'тен 4 алсам 1 шығады, көрен 1'ден 1 шығады. 1'ді 1/2 көйтсем 1/2. Яғни 0,5 деген жоқ. Түсінікті ма? Bu yerде нашат неге тұрды? X үлкен 0 деген. Тексеру үшін nerede теріс сан болуға болмайды көренің іші деген сөзі. Мысалы минус 5 болып қалса болмайды ғой. Так, кейінгісі давам етеміз 3-ші хесап. Жүдә зор хесаплардың бірі. Әзір соған ұқсайтын хесаплар төменде көбісі көп соған ұқсайды. Демек, қайт жай боламыз. Периодты жаю шарт емес бұл жерде. Яғни қараң, бұл жерде мынадай махинация істетеміз. Неде 3 ағза бар. Мынаны мен мынаған қараң, x-тің кубы минус 0,3-тің кубы деу үшін куб көрен қоямын, е? Қысқарып кетіп бәрі өзіне келмей ма? Ой, бұл жерде период бар. Төмен тұра береді. Түсінікті ма? Енді мен не қыламын? Мынаны кубқа жаямын. Кубларды алып тастаймын. Яғни x минус куб көрінісінде 0 период 3. Дұрыс па?
keyin x'ning kvadrati plus 2 ko'ydim x ko'ydi kub konasında 0 period 3 plus keyin kub konasında 0 period 3'ning nesi so'ning deb qo'ydi kvadrati. Bo'lama? Bo'lingan endi aslına kel. Kub konasında x'ning kvadrati plus kub konasında 0 period 3 şöyle x sırtta turpamayım. Şimdi sebebi bize alacağız ko. Hani neydi? Karak. Nerede x kub kettik? Oradan kub koyup kettik ko bize. Oğana ne verimiz gerek? Kub koyun verimiz gerek ko. Dürüst mü? Bu nerede de kub koyun болады. Bu nerede de kub koyun болады. Sonra bunu işine girip ketedi. Түсіндік mü? Keyin x qisqaruv uchun emas. Bu montajlab o'tgan jo'qsiz bu yerda. O'sha hisobda keyin kub konasında 0 period 1 emas be? Deb qarasam qisqaramaydi. Bir şey deb turibdi-ku. Oxirgisi ya. Endi so 0.3ning kvadrati degan necha bo'ladi? 0. period 3 degan so'zni yozgan 3 bo'lingan 9. So'ning kvadrati emasmi? 0 3 ga qisqartsam 1 bo'lingan 3 emasmi? 1 bölü 3'ning kvadrati 1 bo'lingan 9 ba? Endi mana ne degan so'z? 1 bo'lingan 9 degan so'z emasmi? Ikkovi ne ekan? Bir zat ekan. 0.10 period 1 0.3ning kvadratına teng ekan-da. Tushundingizmi? Prosta сөйтіп o'ylantirib qo'ydi. Sonda nominal qisqarib ketadi. Javob ne qiladi? Kub konasında x minus buni deb yozib qo'ygan bo'lushi da mumkin. Periodni bo'lchakka aylantirib 3 bo'lingan 9 bo'ladi u. 10 qisqartsam 1 bo'lingan 3. Qalay 9 bo'ladi? Kvadratga ko'targan endi 9 bo'ldi u. Prosta 1 bo'lib 3 bo'ladi. Endi uni devam qo'ygan mumkin-da. Kub konasında x minus 1 dan 1 chiqadi u. Aslında kub konasını 3 deb qo'yapti lan. Adil yazib. Endi qaragangiz javob qaysi formada bergan? Javob nima deb qo'ygan ekan? В общем, o'zini izini apalashib qo'ydi. Kub ko'rin x minus manani kub ko'rin 3 dan minus 1 deb qo'ydi. Minus 1 degan bari teng ko'radi u. Endi javob qarasangiz tavib olasiz. Degan javob. 5-chi hisob keyingi hisob. Hisoblov kerak. Bulam so'zi. Naqara? Mana yozing. Kub konasında a'ning kvadrati deb yoziladi. 3 ko'rin darajasini 2 yuqoriga yoziladi. Minus bu ne deb yoziladi? Kub konasında a. Kub konasında b. Demek kub konasında b'ning kvadrati. Nega keladi? Kubga keladi, durustmi? Endi kubga kelish uchun bizlar manani ne qilamiz kerak? Сөйтіп jayimiz kerak. Ya'ni bizlarda bizga nani kub ko'rin a'ning kubi, kub ko'rin b'ning kubi desak bo'ladi-ku. Endi sonda kub ko'rin kublarni topsayman, jayibman. Keyin kub ko'rin a'ning kvadrati minus 2ning ko'ymasi, keyin kub ko'rin b'ning kvadrati emasmi? Tushundingizmi? Sonda bunda ikinci kub kısmı buna ne qiladi? Manada da so'zadi. Manani men kub konasında a'ning kubi minus kub konasında b'ning kubi deb yozsam, shu kublarni olib tashlab kubga jayibatirman. O'sha kub konasında a'ning kvadrati, ikkovining ko'ymasi, keyin kub konasında b'ning kvadrati emasmi? Nom so'zadi-ku meni. Kub konasında tekshirib ketaman-da, a'ning kvadrati, ikkovining ko'ymasi kub ko'rin a, kub ko'rin bu. Keyin kub konasında b'ning nominal ne qiladi? Ne qiladi? Qolgan zatlar chazang aytmoqchi. Teng. Birinchisida kub ko'rin a plus kub ko'rin b. Avvalan yerda minus bor. Minus bilan ashasiz. Minus kub konasında a plus bu ketadi. Kub konasında qisqarib ketadi. Ne bo'ladi? 2 kub konasında javob sol. Tushundingmi? Keyingi hisobimiz 6-chi hisob. Bular so'ng o'xshaydi. Birinchi daraja qilib yozib olaylik. X ni 2 dan 1 qancha yoziladi? Ko'rin x deb yoziladi. Plus 1. Tak, x plus ko'rin x молодец plus 1. Ko'paytuv deyin. Nolab tushmaymi? No yuqoriga ketadi. No ne qilib yoziladi? Ko'rin qo'ysam, nega necha? 2, buni 3 ne yoqqa tushadi? Keyin minus 1. Bo'lingan 1 emasmi? Tak, endi men nega joyim kerak? 1 ning kubi bar 1maymi? So'ng kubga jayman. Ko'rin x minus 1 kublar deb hisobladim. Keyin ko'rin x kvadrat x 2 ko'ymasi, keyin 1 emasmi? Qarasam nominal ne qiladi? Demak, ko'rin x men ko'rin x plus 1 ko'rin x minus 1 ni ko'paytsam, x minus 1 ma'lum. Tushundingmi? Yozib olamiz. Demak, davom etamiz. Keyingi hisobimiz 8-chi hisob. Hisoblov kerak. Agar a ko'ytu b, i ko'ytu a minus b 0 ga teng emas bo'lishi kerak degan shart berilgan.
яғни бұл жерде екеуі бірдей сан болмау керек дейді да, сан қою ұсынылып емес деген жағдайда, мысал үшін. Яғни бұл жерде не қыламыз? Қараң, минус 1 деген дәреже не қылады? Төңкереді, сөйтіп коренмен отдельно қылып жазамын. Куб корнасында аның, надай отырып тұрды негізі, аның бесі көбейту 1 бөлінген в емес пе? Соны деп жазаманда негізі біреуін көрсетем, қараң. Куб корнасында аның бесі бөлінген в. Соны деп жазсам бола ма? Куб корнасында аның бесі бөлінген куб корнасында в. Бола ма? Минус еннан түсінің. Но астына түспей ма 1 бөлінген а? Сонда куб корнасында жоғарға v-ның бесі бөлінген куб корнасында а. Түсіндік па? Бөлінген, ол бөлім бермейді, настик. Куб корнасында аның квадрат үстіне кетеді, бөлімі куб корен в, малдес. Келем плюс бұл куб корнасында v-ның квадраты бөлінген куб корнасында енді ол бөлім бере бер. Ол бөлім екеуінің куб корен а менен куб корен в. Бұған неден бере ме? Куб корен адан. Бұған куб корен неше болады көбейтілсе? Аның нешеуі болады? Аның 6-ау болады да жаза келді. Аның 6-сы. Келем минус не болады? Аха, v-ның 6-сы. Зиян жоқ, жаз. Көбейту. Сөйтіп, мына ұлмөлін беріп үстіне көбейту айландырып жіберсем бола ма? Ұлмөлін неден беріп атпа? Екеуінің көбеймесі. Сол үстіне кетеді. Куб корен а, куб корен в. Мынаға неден бере ме? Куб корен адан. Мынаған куб корен v-дан. Номинан көйтсек, а болады. Аның 3-і болады, қысқат. Түсінбей алыс ба? Мә. Ал номинал куб корен v-ның кубы. Номинал қысқат көремен. Номинал қысқарса не болады? Ойбейін маңлайым. Аның квадраты болады. Номинал қысқарса а плюс в. Жайып қысқартаман. А минус в. Қысқарады. Түсініңіз па? Баяғыда кішкентай кезіңізде деп қысқартадыңыз, білесіз ба? Енді біледі, іші біліп отыр ғой кімдер екенін. Так, кейінгісі 9-шы хесап. Жүдаған хесаплардың бірі. Мынадай болса, мына v-сы берілген. Орнына қойып тастамай, но свежий көрініп тұрыпты, не отырыпты? Айза айтып отыр ғой, бұл куб алу сы куб деп. В деген не? Куб корен 5-дің кубы. С деген куб корен 3-де куб пенен қысқарады, 5 қалады. Түсінікті ғой? Кейінгісі 10-шы хесап. Куб корен анаға тең болса, мынаны хесаплан дейді. Бұл жерде қараң, мынадай қыламыз. Минус куб корен бұны берме қарай өткіземіз. Бұл хесаптың істеу жолы. Аха, плюс өтеді ғой. Тең куб корен сығамай ма? Сон тұрған жерде мен кубқа көтеремін. Яғни қараң, куб корен а плюс куб корен в тең куб корен сыны мынадай deyip тұрып, екі жағынан кубқа көтеріп атқан. Неге сол жерде 4-ке емес, 2-ге емес квадратқа көтеріп атқан жоқ па мысал үшін? Неге десең кубты жоқ қылуым керек та. Демек кубқа көтерсем біріншінің кубы а болып қалады десем бола ма? Плюс формула не бар? 3 бар. Сөйтіп біріншінің квадраты, аның квадраты көбейту екіншісі. Деп енді формула түсіп жатыр ядына. Кейін 3 көбейту, біріншісі көбейту екіншісінің квадрат. Кейін екіншісінің кубы не болып қалады? В. Тең мынаның кубы с емес пе? Осы жерде және бір махинация бар. Яғни екінші ағза мен үшінші ағзадан сыртқа 3 куб корнасында а и куб корнасында v-ны бір-бірден шығарып жіберем. Сонда бұда не қалады? А-ның бір, то есть куб корнасында а қалады, плюс мынадан куб корнасында v қалады. Тең мына плюс а плюс v деген арман қарай шығарып жіберем. С шығарсам екен, шығармасам. Шығармай тұрайын, яқшы. Шығармай тұрайын. А плюс v деген зат бар да міне. Тең с емес пе еді? Енді біздерде әтібар берген зат куб корен а плюс куб корен v баста неге тең еді? Куб корен с ма? Мінерге соны әкеп қояман. Яғни а плюс v плюс куб корнасында, то есть алдында 3 бар, я? А куб корнасында v, сөйтіп мынаны неге қойып жіберіп атқан? Куб корен с. Тең с емес пе? Сөйтіп мынаны орналастырамын. А плюс v, мынаны берман керек едіңіз. Минус с. Мына 3-і арман қарай өтсе, минус 3. Сөйтіп бәрін абысына жіберсем бола ма деп бір көрінге алып. Сөйтіп дәрежелер бірдей ғой. Түсіндік па? А плюс v минус с неге тең екен? Маған тең ба? Біздер соны неге апарып қойсам бола ма? Сразу соны таудым да. Демек соны қоямын. Минус 3 куб корнасында а в-сының
кубы. Так дәрежелі несін еріп жүре береді? 3-дің кубы. Мына үшеуінде куб көрін болған үшін олар номер А, Б, С. Жоқ. Түсіндік ма? Бұл жерде тек білуіміз керек. Мына кубқа көтерген кезде екінші ағза мен үшінші ағза скоп шығарып, орнына әкеп қоюды білу керек. Махинациясы. Кейінгі есап 13-ші есап жүйді. Бір осыны шұбай есапта өтіп тұрды. Қане, істеп тастайық. Қараң, бұны ұлмалын берем бірінші. Неден бастаймын? Маған көрен А минус көрен Б-дан беремен. Көйтсем. Көрен А, Б минус В. Плюс Б-мен қысарып кетсем бола ма? Бөлінген мынаны жазамыз сразу. Көрен А минус көрен Б. Түсініңіз ба? Сөйтіп, мынаны есаплап көйту деп үстіне лақтырып жіберем. Мына 2-ден 1 деген дәреже не қыл деген сөз? Сразу көрен А. Мынау 2-ден 1. Көрен А, көрен Б. Сөйтіп, мынау не деп плюс Б. Мынау үстіне кетеді, яғни көрен А плюс көрен Б. Үстіне есаплап атпын сразу. Сөйтіп, мынаған көрен А плюс көрен Б-дан берсем, көрен А болып, мына А мен қысарып кетіп, не қалады? Әй, көрен А Б. Екеуін көйтеміз қой. Так, дальше. Минус 2-ден 1. Мына минус дәреже не қылады? Яғни үстіне не кетеді? Көрен Б бөліміне көрен А. Тұра берсін. Плюс 2-ден 1 көбейту. 2 менен мына қысқарып кетіп көрен болып қалған түсінесіз ба? Сөйтіп минус дәреже не қылады қайттан? Көрен Б алынына көрен А бөліміне түседі. Түсіндік ма? Неде скоп бар екен? Бөлу. Так, нағараң. Мұнау көрен А. Көрен Б. Көрен А плюс көрен Б. Оны көйтсек, сол шәртпекіне. Өйтпей тұрайын. Сен мынау не деген сөз? Мыналардан өшіріп, көрен А, көрен Б. Сөйтіп мынаған көрен қойып, квадрат қойын. Екеуінде де 2 көрен Б-ны шығарып жүрсем, не қалады? Көрен А плюс Б-дан көрен Б. Мына қысқарау келеді екен, міне. Сөйтіп мынаны яққа ұлмалын беремен ғой. Көрен А минус көрен Б-дан болады ғой. Соған мынаны қосаман. Көрен А минус көрен Б плюс 2 көрен Б. Бөлінген көрен А минус көрен Б емес пе еді? Так, енді істеп кетейін бағанағылар. Қысқартылайын. Сонда көрен А плюс көрен Б бөлінген көрен А минус көрен Б минус. Так, мына екеуі қысқарып кетеді екен. Екі бір зат қой, минус 2-ден 1 плюс. Дұрыс па? Есап керек емес. Көбейту дейін. Мынаны айландырып жазамын. Көрен А минус көрен Б бөлінген. Ай, сау бол. Көрен А плюс көрен Б деп айт. Қарасақ, бәрі қысқарып, соңыншы өлген есаптан. Түсінікті ма? Жазып аламыз. Демек, давам етеміз. Кейінгі есабымыз 14-ші есап. Алдыңғы есапларға ұқсайды. 3 ағзадан барады. Демек, мынаны не қылу керек деген сөз? Куб қойып, кубқа жаю. Өтірік көрен куб береміз и дәрежеге де куб береміз. Оған өтірік көрен куб береміз, дәрежеге де куб береміз. Өзіне келеді ғой. Енді кубтан дәрежелерді апсап кубқа жайып атпан қараң. Куб көрінісінде x минус куб көрінісінде 0 период 5. Кейін біріншісінің квадраты. Куб көрін x-тің квадраты. Плюс 2-ін көйтемен. Куб көрінісінде x көбейту 0 период 5. Плюс кейін куб көрінісінде 0 период 5-тің несі? Енді сіздерді алжастырып қойыпты да. Астында куб көрен 5x бөлінген 9. Куб көрен x квадрат. Куб көрен 25-81. Мына қысқартайын десеңіз ойланып қаласыз. Мынау бар. Мынау бар ма? Әлбетте бар. Сен мынау жазылса қайтып жазылады? 5 бөлінген 9. X-ті көйтсем 5x бөлі 9 кеп шықпай ма? Мынау бар ма? Жоқ, сіздерде мынау 5 бөлінген. Ой, әкең неде период бар. 5 бөлі 9 деген сөз емес пе? Соның квадрат 25-81 емес пе? Демек қысқарам екен. Қалады зат мынау. Соны жазамыз. Куб көрінісінде x минус куб көрінісінде 0 период 5. Плюс не бар? Куб көрінісінде 0 период 5 деген сөз емес пе бұл? 3-ден 1 деген дәреже. Сыртында не бар? Куб бар. Бұлар қысқарып кете ма? Бұның кубы не болады? Түсіндік ма? Просто бұл жерде x, бұл жерде шарт жоқ, бұған жауап x болады екен. Демек, кейінгі есабымыз 15-ші есап. Есаплау керек. Бұл жерде де ұлмауын беріп есаплаймыз. Бұл жерде қараң, мынаған неден береміз? Куб көрен А плюс Б-дан. Бұған куб көрен А минус Б-дан. Бұған не береміз? Біреулер ұмытам кетеді бермей бұған. Екеуін көймесінен куб көрен А плюс Б-дан, кене куб көрен А минус Б-дан. Көйт жазаман. Ұлмау бөлім міне.
куб көрен a плюс v и көбейту куб көрен a минус v. Енді көп балалар ал жасаған жері бұл мен бұны көбейтеді да сразу a плюс b дейді да кетеді. Ол қате болады. Бұл куб көрінасында соның несі болады? Квадраты болады. Түсінікті ма? Квадрат пен куб не қылмайды? Кені куб көрінасында a минус b-ның несі болады болам? Минус 2, кені 2-ның несі? Көймесі. Таныс па? Неге келеді? Куб көрен a плюс v a минус v-ның сыртылай квадраты. Молодец. Астында куб көрен a плюс v көбейту орта ол. Так, енді көбейту деп мұнан ап беруіміз керек еді. Науман бер. Куб көрен a плюс v куб көрен алымына бөлі болғаннан айланып түскенде мына екеуі кетеді жоғарыға. a минус v ортасы көбейту a плюс бөлінген. Куб көрен a плюс v минус куб көрен a минус v. Скобке қойдым да. Яғни бұл мен мынаны біреу қысқарады. Мынау мен целый кетеді. Не қалады демек? Куб көрінасында a плюс v минус куб көрен. Жауап бар ма сондай? Демек кейінге сабыз. 16-шы хесап. Қараймыз. Жүдә бір жақсы хесапларын көріп. Бұл жерде n тең емес плюс минус 8 қойса, n оңына 8 бен минус 8 қоя қоймайды дегенсіз. Бұны сан қою ұсулармен істеуге болады да. Бұны кейінгі басқышыларда үйрене бересіз. Бірден сан қоюға өтпейміз. Демек қараң. Бұл жерде 8 неге келеді әлбетте? Онда мынағаным не керек? Куб керек, онда куб көрен n-ның кубы десек бола ма? Кублар тап тастаймын. Жаяма сразу. 2 минус куб көрен n. Кейін 2-ның квадраты 4. 2-ні көйтемен. 2 куб конасында n. Кейін куб конасында n-ның бола ма? Астын жазамын. 2 плюс куб конасында n. Плюс, көбейту. Мынан айландырып түсірем. Бөлімі алдына кетеді. 2 плюс куб көрен n бол. Бола ма? Бөлінген. Мына ұлмалын беріп алайын бірінші. 2 плюс куб көрен n-нан. 2-ні көйтсем 4. 2-ні көйтсем 2 куб көрен n плюс куб көрен n-ның кейін минус. Так, мынау тұра берсін. Куб көрен n-ның квадрат. Бөлінген мынау тұра береді. Дәреже есі. Жоқ қой, куб көрен n минус 2. Көбейту. Мынау жайлады. Мынау 2-ның квадрат емес пе? 2 минус куб көрен n 2 плюс куб көрен n. Бола ма? А минус а плюс бға жайды. Көбейту. Мына 2-ні не бар? Сыртқа шығады. Куб көрен n бар. Сонда куб көрен n-ның біреуі қалады. Плюс не қалатын адан? 2 қалмай ма? Куб көрен шығып кетсе 2 қалады. Енді қысқарту жұмыстар ең әзеттен жеріміз. Міне қысқарады. Қысқарады. Және кіммен кім? Мына біреуімен мынау қысқарады. Мынаумен мынау қысқарады. Мынаумен мынау қысқарады да, бірақ алдынан не шығады? Не шығып не плюс қосып кетсек болады ғой. Онда біріншісінде біздер 2 минус куб көрен қалды. 2 минус куб көрен n қалды. Басқа есеп қалмады ғой, дұрыс па? Плюс надан мынау қалды міне. Куб көрен n қалды. Біреуі қалды, дұрыс па? Онда қысқарып кетсе, жауап 2 шығады. Түсінікті ма? Жазып аламыз. Демек, давам етеміз. Кейінгі хесабымыз 19-шы хесап. Егер x тең 64, y тең 31 бөлу 78 бар болса, мынаны хесаплаңыз. Оны санларды апарып қойғаннан гөрі бірінші не қойған мақұл біздерге? Аполястырып алған мақұл жүді. Яғни бұл жерде бөлшектің бөлімінде қараң, скоп шығару үшін мына екеуі плюс, ал бұл екеуі минус. Жекілеуге келіп тұрыпты да. Бұл 4 ағза болса жекілеп алуымыз керек группалап. Яғни бұл екеуі не шығады сыртқа? Куб көрен x-тің квадратын шығарады. Сонда нешеу қалады? 3 қалады. Плюс y-тің нешеу қалмай ма? Минус. Екеуінде не бар? Куб көрен y квадраты бар. Екеуінде де минус бар. Минус шығарып іштен бәрі. Демек x-тің кубы плюс y-тің кубы. Демек екеуі бірдей ғой. Сон деп жатсам бола ма? X плюс y деп. Сен кублар қысқарып кетеді ғой бәрібір. Сонда біріншіден қалады куб көрен x-тің квадраты минус бұдан куб көрен y-тің квадраты. Түсінікті ма? Енді жайып жазамын мынаны. X минус y, x плюс y. Куб көрен x плюс куб көрен y тұра береді. Бөлімінде x плюс y пайда болды. Көбейтіп мынаны жайып жаз. Квадрат болған үшін. Куб көрен x, куб көрен y. Куб көрен x плюс куб көрен y. Түсінікті ма? Минус мынаны жазамыз. Бұны солайынша жазсам бекене. Аз қой түрінде қысқартып алайын. Қысқарады. Қысқарады. Так. Болды. Енді қараң. Мынау қысқармай қалды, я? Мынаны қысқарту үшін мынаны не қыламын? Өтір куб көрен
qılaman, bunam kub koren qılaman. Bo'lama? Süt kublar topsak, kub koren x minus kub koren y. Süt kub koren x'ning kvadrati plus ikkovini qo'ymasa, keyin y-ning kvadrat. Bo'lama? Sonda nomini qisqartib shunda. Sonda kim qoldi? Teng deb yozaylik. Kub koren x'ning kvadrati ikkovini qo'ymasa, keyin kub koren y-ning minus deb nanashib ber. Kub koren x y minus kub koren y qisqaradi. Nog'maymi? Menda x nega teng edi? 64 emasmi? 64ning kvadrat. 64 dan necha chiqadi ko'rib bilasizmi? Ya, ko'ren emas, kub daraja. Nechaning kubi? 4 ning bo'lmamiz. 4 ning keyin kvadratiga olib qo'ymaymi? Ol 16. Tushunasizmi? 64 degan 4 ning kubi, kubdan chiqaruv shunda. Keyin 4 chiqdi, 4 ning kvadrati qoldi 16. Tushundingizmi? Yo'q. Y-ni qo'yish shart emas, yo'qqa qisqarib ketdi. Просто o'tirga berib qo'ydi. Agar boshqa qo'yib chiqsam bo'ladi uni. Keyingisi 21-chi hisob. Agar A 0 dan B 0 dan ulkan bo'lsa, A B dan ulkan, O 2 0 dan ulkan bo'lsa, buni hisoblab kerak deydi. Buni hisoblab uchun darajalarini seçish kerak. Qarang. San qo'yish shart emas. Buni minus darajasi bo'lgan ne qildik? Bo'lishib qildik. Ya'ni, nol төменге tushmaymi? Buning n. Yuqorida A ning 1 minus n qilsa bo'ladimi? Bu төменге tushadi A ning n. Төмende yuqorida B 1 minus n qilsa bo'ladimi? Endi ko'rinja şartimiz. Ulma berib olayım. Nani hesaplayacakman. Ulma bölüm AN BN maldis. Bugan neden beremiz? A'nın N'ini beremiz. Bugan qarang. Ben kubitken кезде ne diyeceğim? A'nın 1 minus N'ni A'nı kubitken кезде A'nın N'ini kubitken кезде. Derecede ne qiladi? Shu кезде N'ni qisqarib ne qiladi? A. Nom sozadi. Buning 1'ning minus N'ni, buning N'ini kubitsem qisqarib ketsa minus bo'lmaymi? Tushundingizmi? Son jazaman yerga. Keyin A bu n derecesinde 7 A minus B bölüngen A'nın n'ini B'nin n'ini. Son deb jazaman. Tak, son deb jazaman. Now kuyutu var negizde izle. A bu şimdi n derecenin yükünü de deb bölüp böleceğim. A minus B bölüngen n derecesinde A'nın n'ini B'nin n'ini. Bo'lama? Ya? N derecenin yükünü koyup yazın da. Tushundingizmi? Adil. Tak endi A bu tura beradi. N derecesinde A minus B tura beradi. Buni ne chiqatsa qisqarib A bu chiqmaymi? Ko'paytib no minus 1 derece to'ngirmaymi? 1 bo'lgan N derecesinde A minus B bo'ladimi? Qisqarat ne qiladi? Shu yerdan nadizatni olasiz. A qanday B'dan ulkan. Agar B A'dan ulkan bo'lganda tersdan chiqib ketib, o'rnamas minus 1 chiqadi. Soni olasiz. Keyingisi Uyut o'ylanavermang, problema zatimiz. 24-chi hisobda o'rik birinchimda. Berilgan, juda ansat hisob et negizi. Qarang, 2 minus ko'rin x tura beradi. Bu maydalab yoziladi. X minus 2. Bag'ana aytdik. 2 dan 1 darajaligimizmi bu? 0,5. Ko'rin x tursa. Keyin plus 4. Ko'paytu. No alam tushdi. Bo'luq endi. 8 degan yig'ilgan 2 ning kubi. No x ning ne dedi? X'ning 1,5 degan 3 bölü 2 go. O ko'rnasida x'ning kubi degan so'z emas-ku? Ko'rnasida x'ning kubi. So'ng kubga jayib yozaman dedi. Kublar topsa 2 plus ko'rin x 2 kvadrat 4 minus 2 kubi keyin ko'rin x kvadrat x emas-ku? Bo'lingan aslida 2 minus ko'rin x. Qisqarama. Ne qiladi? Tushundingizmi? Keyingisi 26-chi. Agar m teng 9 bo'lsa, mana hisoblanadi. M ni 9 qo'ymayaq, biz hisoblaymiz. Жаңа aytdik, m ning 1,5 darajasi o m ning 3 bo'lingan x'i. Ol ko'rin qilsam, nega m tushmaymi? 2 ko'rin 2 degan 2 ning kubi degan so'z. Durustmi? So'ng kubga jayamiz. Ko'rin m plus 2 ko'rin m kvadrat m minus 2 qo'ydi, 2 qo'ymasa, keyin 2 kvadrati Uzr, ko'rin 2 ekan. Sonda ne 2 ko'rin 2 ham bo'ladi. Kelaman ag'an. Tak, no qamaymi? Nima? Молодец. Qisqarta beramiz so'ya. Ko'rin 2. Plus na ekan ko'rin? 2 ko'rin m 2 chiqib ketdi. Keyin nomin qisqaradi, ya?
M неге тегеді менде? 9 өтсен неше шығады? 3. Наданам 3 шығады. 6. Жоқ 9. Түсінік па? Жазып аламыз. Шүда қиын есаплар екен. Демек, давам етеміз, кейінге сағымыз. 28-ші есап. Есаплау керек. Демек, қараң. Бұл жерде 8 неге келеді? Минус, анаған не қыламыз сонда біздер? Куб А-ның кубы десек болады ғой? Жаям сен сон. Куб көрен А минус 2. Куб көрен А-ның квадраты. Үйреніңіз ғой, квадратты қысарып кетпесін. 2-ның көймесі кенен плюс 2 квадрат 4. Мұна не деген сөз? Куб көрен А-ның квадраты. Көрен қылып жасапты. 2 куб көрен А плюс 4 емес пе? Ол мәлім кім болады екен? Үлкені болады. Яғни міне. Куб көрен А минус 2. Куб көрен А-ның квадраты плюс куб, то есть 2 куб көрінасында А плюс 4 емес пе? Мынаған бірден, то есть мына деп жазып аламын ерге. Куб көрінасында А деп жазбасын болады ғой? Куб көрен А плюс 2, минус 2 ма? Минус 2 бұл, е? Мен көйтем, 1-ге 9 өтсем, 9, минус, мынаны жазамын. Куб көрен А минус 2-ның сырттай квадраты емес пе? Түсініңіз ба? Соны сөйті махинация істеймін. 9 деген не деген? 3-дің квадрат. А минус па плюс болға. Яғни қараң, надайда. 3 минус па яқшы. Түсінбей қаларсыз. Надай, келет 3 плюс. Надай. Бола ма? Енді со ашып берсем, 3-тен плюс бұл кетсе, 5 деп жетсем бола ма? Келін 5 минус куб көрен А. 3-тен 2-ні алсам, 1 плюс куб көрен А емес пе? Бөлінген. Бұнаны әкелемен қасына. Бұны А минус 8 деп жаза берейін. Көбейтсем не болды жаңа? Назат емес пе? А минус 8. Көбейту. Сен мұнау не деген сөз? Куб көрінасында А-ның 4. Минус 8 көбейту куб көрен А емес пе? Екінің куб көрен А-ны шығарып жіберсем, куб көрен А-ның 3-еу қалмай ма? Нерге жазсам, куб көрен А-ның 3-еу қалады. Минус 8. Бұл қысқарып А деген сөз емес пе? Мұнан көбейткендегі сол етті. 1 минус куб көрінасында А-ның квадраты. Оны жайып жазаман. 1 минус куб көрінасында А, 1 плюс куб көрінасында А. Молодец. Так, қысқартаман. Плюслар кетті. Болған о? Так, кім қалды қанан? Son бірінші жазам. Куб көрен А. Кенен 5 минус куб көрен А қамады ма? Бөлінген 1 минус куб көрен А. Плюс па, минус па? Минус 5 минус. Не деген сөз анау? Куб көрінасында А-ның квадрат. Бөлінген 1 минус куб көрен А. Әтібәр берсеңіз ұлма бөлін бірдей. Қысқаран зат жоқ елі. Ұлма бөлін береміз. Бұдан көйт жазына. 5 куб көрен А. Көбейт. Минус куб көрен А квадрат. Дұрыс па? Мына минус пен аш. Минус 5 плюс куб көрінасында А-ның қысқарып кетеді. Мынауға қамады ма? Екеуінде не бар? 5 шығарып жіберейік. Сонда куб көрен А минус 1. Бөлімі 1 минус куб көрінасында А. Қысқарып кетсе, түсінікті ма? Кейінгі есабымыз 30-ші есап. Жүді жақсы есаплардың бірі ізінде қайда? Қате жаз қойыппан ба? Көріп жіберіңіз. Нома? Нома? Так, берілген дұрыс жаз қойыппан ба? Әтібір береміз, қараң. Екеуінде не бар? А бар. А чарылсын 1 плюс көрен А емес пе? Енді қараң. Берде мынадай махинацияларды үйренеміз бе есаплардан енді. Біздерде мынадай қыламыз да, мына 3, мынау 6, мынау дәрежесі жоқ көрен. Соның бәрін бір дәреже алып келім керек. 3 пен 6 olma бөлмеше? Ой, 3 пен 6-ға olma бөлме 6 емес пе? Мынан 6 қылуым керек. 6 қылу үшін 2-ге көйттім әзір. 2 көйттім да, нанам 2-ге көйтемен. Түсініңіз ба? Мына 6 оп тұра береді. Плюс мынанам 6 қыламан да сөйтіп, міне анам 6 қылам өзінен кімге бар. Зато бәрі 6-ға келді ғой. Енді сыртқа нешені шығараман? 6 А-ның 4-ін шығараман. Түсінікті ма? Не қалады? 1 қалады. Надан 6 А-ның 1-еу қалады. Нада 6 А-ның
Бұны неге өттіңіз десеңіз, қараң. Мен мынаны, аны деп жазайын жерге. Сөйге жазып алайын. 6а-ның 6-сы бола ма? Сөйт, бірдің кубы деймін. Мынаны куб қылу үшін корен а-ның кубы қылдым ба, дәрежені 3-ке өттім ба, неден 3-ке өтсем ше болады? 6-ға келеді. 6 көрінді ба? Сөйт, мына кубқа жай жапқан. Мына тұра береді. 6а-ның 6-сы. Сөйт, мына кубқа жай үшін кублар тапсызды. 1 плюс 6а. Кенен 1-дің квадраты. 1, 2-ні көйтемін. 6 көрен а. Кенен квадраты. 6а-ның квадраты. Көрдіңіз ба? Қысқаруға келеді да. Түсінесіз ба? Тек сөйде махинацияны шешіп алсаңыз болды. Кенен ізі. Плюс. Мынаны скоп шығару үшін не болу керек деп жәрді? Дәрежелері бірдей болды. Яғни қараң, мынау менен дәрежесін бірдей қылайын. Неше? 3 пен 2 қылма бөлім? 6. Мынан 6 болу үшін неше көйттім әзір? 2 көйтсем мынаны 2 көйт. Квадратмай ма? Мынан 6 болу үшін неше көйтемін? Онда 3 қылсам бола ма? Сонда екеуінде не бар? 6а-ның квадраты бар емес пе? Сонда 1 плюс 6а-ның біреу қалады. Так, мынанам қараң, бірінші маған 3 қыламан, сөйтін яғына да 3 қылам. Бола ма? Екеуінде не бар? Куб көрен а-ның квадрат. Сонда 1 қалады минус куб көрен а. Ізіне плюс 2 куб көрен а тұра берсін. Енді қысқарту жұмыстарын алып қарайды. Міне. Мынаумен қысқарту нешеу қалады? 2 қалса. Қысқармайды өрді естіп. Қысқара ма? Қысқармайды. Нағаран? Мынаумен қысқарса не болады? Куб көрен абмай ма? 2 мен 6 қысқартса. Сөйт не қалады? 1 плюс 6 дәрежесінде ағалама. Бұның не сәт жоға? Плюс. Міне етам қысқартамсыз қараң баса-баса. Мынаған келемен қараң. 1-дің квадраты 1 емес пе? Мына аға квадрат қой жақпанда, онда мінерген іште квадрат қойсам 6 май ма? Мен сон жайыман. 1 минус 6а кенен 1 плюс 6а. Бола ма? Сонда мұнаумен мынау қысқарады да. Минус қалады. Енді мынаны қысқартым керек. Қысқарту үшін мынаны 6 қыламан. Мынаны 2 өтем 4 қылам. Бола ма? Сонда қысқартаман нешеу қалады? 2 менен қысқартсам куб көрен а деген сөз емес пе? Кім қалды? 1 минус 6 дәрежелі а. Кенен 2 куб көренасында а бар емес пе? Так, кеңсі. Екеуінде не бар? Куб көрен а бар. Соны шығарып жіберем мына екеуінен. Не қалады сонда? 1 плюс 6 а. Мына шығарып жіберсін ада? 1 минус 6 а. Плюс 2 куб көренасында а. Қысқарып кетеді. Мынау неше болады? 2 мынаны көйтемін. 2 куб көренасында а. Міне плюс па белгілен көшімінші? Плюс па? Ондан о 4 шығып кетті ғой. Мынандай жауап жоқ, ә? Бар ма жауап? Болды ғой жауап бар болса. Жоққа тарта бермең. Түсінілді ма? Кітті үйге барып қайталап аласыз. Кейінгі хесап, қараң, 34-ші хесап, жүдә қызық хесаплардың бір вариантта түседі бұндай хесаплар. Бұны қысқартуға адамдар қиналып қалады. Яғни қараң, мен мынадай етемін. Біздердің мына форманы біліміз керек пе еді? А-ның n касы деген формула бар еді. Не қылатын еді дәреже мен дәреже? Көбейтіледі еді, ә? Созат істейміз. Үсті тұра береді да. Астында наны бар ғой? 2 4 дәрежелі x-тің квадраты минус x 4 дәрежелі x-тің квадраты десем. Бола ма? Квадрат десем түсінесіз, бәріне көбейтіліп өзіне қайтып келмей ма? Яғни, мынау квадрат болса не қылады ол? Жайылады. Яғни, y 4 дәрежелі x минус x 4 дәрежелі x, кейін соның несі? Плюсі болады да. x 4 дәрежелі x. Алымында бар еді бізде ортасы плюс. x 4 дәрежелі x плюс y 4 дәрежелі x. Мынау не қысқарып кетеді, сонда бір бөлінген y-тің 4 дәрежелі x минус x-тің 4 дәрежелі x қалады. Адасып кетпен сон. Түсінілді ма? Болған 2 дегені жайылады. Кейінгі хесап 35-ші хесап. Егер x 256 болса, мынаны хесаплан дейді. Bu yerде де кіттай махинационный затлар көп. Сіздер сразу білесіз, x минус 1-ді жайылады қалай? Сразу үйренбеңіз ба деймін, квадрат қылсам, корень x минус 1, корень x плюс 1.
Ал бұл қалай жайлады десе, bu yerде кітті жұмыс істейміз. Қараң. Әтібәрі оң. Мынау не деп жазылады? 4 дәрежесінде x-тің кубы. Ал мынау көрен x емес пе? Екеуміз көп шығаруды қалаймын. Ол кезде не болу керек? Көрен дәрежелері бірдей болу керек. Онда мына 4 қылым керек. 4 қылсам, неге 2 қыламын? Бола ма? Екеуінде де сонда не шығады сыртқа? 4 дәрежесінде x-тің квадрат шығады. Сонда бұдан не қалады? 4 дәрежелі x қалады. Мынада орнында 1 қалады. Соны әтібар беріп отыр. Көбейту. Мына көбейту еді. Мына не деген сөз? Көрен x. Яқшы жазамын. Плюс, мынау не деген сөз? 4 дәрежелі көрен x. Бөлінген. Мынау көрен x деген сөз. Плюс 1. Біздіңде көбейту 4 дәрежелі x бар, кенен қосу 1 бар. Плюс 1-ді кейіндесінеді. Қарай, мен анам көп шығарым керек. Онда мына не қыламан? 4 қыламан еді? Сөйт, екеуінен 4 дәрежелі x-тің біреуін шығарсам, 4 дәрежелі x-тің біреуі қалады, плюс 1 қалмай ма орында? Иә? Енді қысқартаман. Мына плюспен мынау қысқарады да сонда. Мына біреуіменен мынау қысқарады. Ал мына өзіменен мынау қысқарады. Сонда кім қалады? Көрен x минус 1. Кейін не бар? Бірлерін қысқарады. Көрен x қалады. Менде x неге тең еді? 256. Көрен 256-тан неше шығады? Жоқ, 16 болады екен. Түсінікті ма? Сұрақ жоқ болса жазып аламыз. Демек, давам етеміз. Кейінге самыз 37-ші есап. Жүдә жақсы есаплардың бірі құрамалылау сәл. Дәрежелерді асықпай есаплап алуымыз керек. Бұл жерде a-ның минус 3-тен 1 дәрежесі. Ол не деп жазылады? 2 көбейту 1 бөлінген. a-ның 3-тен 1 дәрежесі деген сөз. 3 неге 1 түседі деген сөз емес пе? Яғни куб қорнасында a десем түсінікті ма? Бөлінген. Мынауым жазаман. Куб қорнасында a-ның квадрат. Минус 3 көбейту. Бұл жазылады. 1 бөлінген куб қорнасында a емес пе? Мына 2-ні көйт жазаман. Мына 3-тен неге көйт жазсам түсінікті ма? Минус бұнам жазаман. Куб қорнасында a-ның бөлінген. Мынау куб қорнасында a-ның 5-ші дәрежесі. Минус куб қорнасында a-ның 2-сі. Минус a плюс 1 бөлінген. A квадрат минус 4a-ны минус 3a. Минус a десем бола ма? Бола ма? Скоп шығаруға келтіріп атқанда, жекілеуге. 4 ағызақ. Демек қараң, бұл жерде мына 2 бөлінген куб қорнасында a, сөйтіп мына ұлма бөлім беріп, үстіне айландырып жіберем. Сонда бөлім үстіне кетпей ма? Куб көрен a жоғары кетеді. Ал мынада ұлма бөлім беремен, куб көрен a-дан берсем, мына екеуін көтсем не болады? Куб көрен a-ның 3-і. Ол a деп жазсам бола ма? Кені минус неше? 3. Кім түсінбей қалды сөйледі? Ұлма бөлім беріп, үстіне айланып түсті. Минус. Бұлам сол. Куб көрен a квадрат тұра береді. Бөлімінде не бар? Куб көрен a-ның квадраты бар таяр. Нешеу қалады? 3. Ал. 3-ін a деп жазсам бола ма? Қысқарып кетеді. Куб көрен a-ның кубы қалады да. Минус орнына 1 малдыз. Минус. Енді мұнау мен надан a-ны шығарайын. a минус 3 май ма? Екеуіне минус шығар. a минус 3 болады. Демек, төбеде a плюс 1 бар еді. Екеуіне a минус 3-ті жеклесем, a минус 1 сау бол. Так, енді қараң қысқарту жұмыстар. Қысқарады. 2 бөлінген a минус 3 ба? Қысқарады. 1 бөлінген a минус 1 ма? a плюс 1 бөлінген. Үйді қысқарадыңыз жоқ. a минус 1. Үйді тек енді бұрын аңлатпай кеп қалды. Яғни ұлма бөлім a минус 3, a минус 1. Бұған a минус 1-ден, бұған a минус 3-тен, бұған көбейт жаз. 2a минус 2. Көбейт. Минус a, минус 3 номен, плюс 3. Кенді минус башылады. Минус a, минус 1. Апайластырамыз. 2a бұл қысқарып кет. Минус 3. Не болып кетті? 0 бөлінген бір зат болып қалды. 0-ді қалеген саңа бөлсек? Түсінікті ма? Алдында 0 шықса болды, бөлімі шарт емес. Так, кейінгі сап, 38-ші сап. Бүйірден жақсы, не қылымыз керек? Қараң. Әмесін бірдей қылып, скоппе шығаруға ап келім керек. Яғни, мұнаң дәрежесі 6 болса, мұнаң дәрежесі не болу керек? 6 бұл үшін неше көйтем? 2-ке көйт атпа, әтібар берін. 2-ке көйтемен, неден 2-ке көйт. Бола ма? Так, мыналар бірдей ғой. Мына екеуінде не бар? Көрен a-ның кубы бар. Кенен? Көрен b бар. Бола ма?
То есть болған жоқ енді. Мынау мен нада не бар? 6 көрен А бар. Дұрыс па? Қараң, тәуір берің. А куб кетті, Б кетті, біреу кетті. Нешеу қалады? 9 қалады, молодец. А куб кетті. Көрен А қалмай ма? Б кетті. Көрен В квадрат қалады де. Аспа жазып алып. Мынау кетті я? Бөлінген. Так, мынаны жүгіреміз керек. Қараң. В квадрат минус АВ 2А квадратта А квадрат алу А квадрат деп жазсам бола ма? Зато мынау мен мынаны жайып білесіздер. В минус А, В плюс А. Мына екеуінен минус A'ны шығар сыртқа. 2 минустан минус шығып кетсе, іште В плюс А қалмай ма? Екеуінде не бар? В плюс А бар. Сонда надан В минус А қалады, надан минус А. Оны неге жазамын? В плюс А, В минус Ека, молодец. Көбейту не бар? Көрен А, соң көрен В. Майлап жазып отыр. Бола ма? Демек, қысқарту жұмыстан алып барамыз. Қараң. Көрен В қысқарады. Мынау көрен А куб дегенмен мынаның біреу қысқарады, нешеу қалады? Екеу қалса ол А болып кетсе бола ма? Сөйтіп 6 дәрежелі А бар. Елі асықпаймыз. Мынаны мынаған алып келуге әрекет етемін. Қараң. Мынаны 6 қыламанда 3-ке көбейттім ғой. Мен 3-ке көбейтем онда, дұрыс па? Екеуінің сыртқа не шығады? 6 Аның кубы шығады. Соны нешеу қалады? 3-ке кетсе 6 қалмай ма? Плюс мынау көрен В квадрат деген В болмай ма? Бөлінген В плюс А, В минус 2А, я? Так, мына қысқартып жіберіп, А десек, А плюс Б десек, ол мынаумен қысқартайық деп жатыр. Енді қараң. Мынау үшеуіне деп жазайын. 6 қап келейін да. 6 қап келейін. 6 бәрібір тұрып тұр астан. Деп жазайын да. Аның мынау неше? 1 дәрежесі көбейту. Мынау Аның қайтып жазылады еді? 1 бөлінген 6. Мынау Аның нешесі? Қысқартып жазайын да. 1 бөлі 2 десем бола ма? Бөлінген Б минус 2А ғой. Сөйт, тегарлар бір дәрежеде қосылады. Дәрежесі неше? 1 плюс 6-дан 1 плюс 2-ден 1. Бөлінген В минус 2А. Ол бөлім 6-дан 1-ден 3-ден. Қоссам 10 бөлінген 6-сы ма? О қысқарса неше болады? 5 бөлінген 3-і. Ол неше жазылады? Куб конасында Аның 5-і. Бөлінген В минус 2А. Жауап бар ма сондай? Точно сондай тұрып па, басқаша тұрып па жауап? Онда надай қыламыз. А5 дегенде надай қалған шығар. Аның 3-і көбейту Аның 2-сі десек бола ма? 5 қой бәрібір. Мынадан шығып кетеді сыртқа, А шығып кетеді. Сонда кім қалады іште? Куб көрен Аның сөйтіп тұрып па? Бөлінген не бар? В минус 2А. Мынау жауапты. Түсінікті ма? Демек, түсінікті болса темамыз осы жерде жұмақланады. Кейінгі сабақтарда көріскенше.